Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай балықтың қуыру әдісін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен балығымызды жуып тазалап аламыз. Менде осындай жылан балық. Іші сыртын жақсылап тазалап, жуып, керек емес артық қанаттарын алып тастаймыз. Керек емес жерлерін алып тастап, тазалап, осылай қажетті бөліктерге бөліп аламыз. Және де ортасынан бөліп, жұқартып ашамыз. Осылай бөліп, тазалап, ашып алғаннан кейін, енді осы балықты маринадтап қоямыз. Маринадтау үшін бізге паприка, қара бұрыш, тұз, балыққа арналған дәмдеуіштерде қоссаңыздар болады. Және лимонның суын сығып жіберсеңіздер болады. Болмаса лимонный соус қостым. Және 2 ас қасық сұйық май қосып, жақсылап арасына кіргізіп, араластырып шығамыз. Жақсылап бар жетіне тигізіп, осылайынан араластырып аласыздар. Мінекей осылайынан бір жарты сағат 40 минутқа қоясыздар. Енді кезекте біз қоймалы жынмаста жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 1 дана жұмыртқа және шым тұз қосып, жарты бокалдай салқын су құйып, араластырамыз. Және үстінен 5-6 ас қасық ұн салып, жақсылап араластырып, қоймалы жынмаста жасаймыз.
Мінекей біздің массамыз дайын болды. Енді табамызға майымызды қыздырып, массамыз дайын. Балығымыз да маринадталып болды. Менде жарты сағат тұрды. Жаңағы маринадталған балығымызды қоймалжын массамызға екі шетін кезек-кезек батырып, осылайынан табамызға салып қуырамыз. Балықты аса қатты отта емес, баяулау отта, орташа отта екі шетін аудара отырып қуырып аламыз. Осылай екі беті қызарғанша жақсылап қуырамыз. Барынша қып-қызыл болып қуырылған өте әдемі піседі. Сіздер де осылайынан қуырып көріңіздер. Өте жұмсақ, қытырлап ұнайтын болады. Мінекей біздің балығымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған Ғалия. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.